Сәлем достар, сіздермен аяулым және де бүгін мен құлпынайлы пирогтың рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны көрмес бұрын каналыма жазылып, лайк басып, қалған видеоларымды қарап отыруды ұмытпаңыздар. Ондайше бастайық. Ең алдымен ыдысымызға 180 грамм қантымызды салып аламыз да, оның үстіне 3 жұмыртқамызды жарамыз. Енді венчиктің көмегімен барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Үстіне 80 грамм шемішке майын құямыз. Оған 180 грамм сүтімізді құйып, жақсылап тұрып тағы да араластырамыз. Ең алдымен ситадан 200 грамм ұнымызды өткізіп аламыз да, оның үстіне 10 грамм қопсытқышымызды қосып, бәрін венчиктің көмегімен араластырамыз. Екі 200 грамм құлпынайымызды жуып, кептіріп, осылай формамызға барлығын дізіп шығамыз. Енді үстіне бағанағы тестамызды құямыз. Пирогымызды 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Міне бізде осындай өте жұмсақ, нәзік, әрі дәмді құлпынайлы пирог дайын болды. Осы видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған аяулым. Келесі видеода кездескенше.